Саламатсыздар, құрметті оқушылар. Бүгін премиум алаңына 10-шы біріншіліктің 4-ші турын өткізу үшін бас қосып отырған жағдайымыз бар. Сондықтан уақытты көп созбай 4-ші біріншіліктің ойынын ашық деп жариялаймыз. Жалпы бүгінгі біріншілікті бүгін әр елдердің өнер байқауын өткізіп жатырмыз. Өнерін тамашалаймыз. Бүгін 11-ші А сыныптың Сержанның орындауындағы әнін тартып өтеді. Соны қабыл алыңыздар. Бір күні құрттың баласы әкесінен былай деп сұраған екен: "Әке, осы алманың ішінде өмір сүрген жақсы ма?" "Әрине жақсы болам." "Өрікте ше?" "Ол да жақсы." "Ал мұртта тұрса ше?" "Ал мұртта жақсы." "Онда неге біз боқтың арасында тұрамыз?" деп сұрақ қойған екен. Сонда әкесі: "Мынандай деген ұғым бар балам, мынандай деп жауап берген екен. Яғни қандай ұғым бар? Қандай ұғымға сүйеніп олар сол жаңағы қызметтің арасында тұрып
Al, istersen. İyi böyle görünüyor. Onda dışarıda köz yürüdük. Ben köz yürüdüğüm boyunca biraz zamanlar Topay Cima Örükteşe, ол да жақсы, алма бәрі зор қой балам, онда неге біз мынандай жаман нәрсенің арасында тұрамыз дегенде ол әкесі, балам, отан деген ұғым бар, Жақсылықтың қасиеті. Ұстаз, неше жасқа келдіңіз деп сұрапты шәкірті. Сонда қалып ойланып, білмедім, шамасы жасы мыңнан асып қалса керек деп жауап берген екен. Бұған түсінбеген шәкірт таңырқап қалайша дейді. Олама шәкірттен қысқа ғана жауап берген екен. Мен өзім әр адамда пайда түйіп, жақсылық жасаған сайын мерейім артып, рахаттанып бір жасап қаламын. Сондықтан адамның жасын жыл санымен емес, өзгелер үшін жасаған жақсы істерінің санымен есептегенін жөн көремін. Өз құлқыны үшін көң қолымыз да және мына нәрседе құрбандар әрекет жасайды. Ал адам баладан артықшылығы өзгелер үшін атқарған еңбегінде ойып екен. Яғни өз құлқыны үшін көң қолымызбен тағы не нәрсені мысалға алды. Жауап осы. ¿Cómo está?
халқымыз да құмырсқа да киелі шөп деп аталады. Киелі шөп, асыл шөп. Зылиха мен Бәтима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала кеудесінде бір-бір жәшік жеміс көтеріп қалаға келіп жатты-мыс. Зылиха ақылға үкілеп шаршады емес, Бәтима күліп әзілдесіп келе жатады. Сонда Зылиха айтыпты: "Сен неге мәз болып қуанып келесің? Төбемдегі жәшік ауруы да менің басымдағыдан кем емес, өзің де менен күшті емессің. Мен жәшігімнің ішіне ауруды жеңілдететін бір шөп салдым" деді Бәтима. "Әй, ондай болса шөбіңнің атын айтшы, мен де ауруды жеңілдетейін" деді Зылиха. Онда Бәтима: "Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын. Оның аты мынандай жеңілдетеді. Не нәрсе? Оның аты не?" Ой, бұл. Сөйлеп түсіресіз, бәрін қолмен алып тұрма, мына беттен алса команда болып жақын жақсы болып. Бір шеттен ала бермеймін, мына беттен де алып. Көп бақта қойып бар. Ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқамын. Оның аты сабыр деген. Не аласың? Маталитін жүрміз. Так. Тіп сөйлеудің ойынды кеп, күліп ойнады. Так, тіштіктің бейнесі баяма кезек береді. Бұндай, әрбір күнім сәттерім сынақ білем, қуанамын, мұңаям, жылап күлем. Адым сайын желбесін көдірейіп, қарсы алдынан шығады. Сұрақ кілең, жер беті де өзінше тозақ, жұмақ. Біреу күлсе, жатады біреу жылап. Қанша жерден жұмақтан мақтанғанмен, тіршілікті қимайды адам бірақ. Сонысымен қызықты жалған өмір, сүйрейді де тұрады алға көңіл. Былқылдаған сәбидің еңбегіндей, жоққа ауыр тіршілік, барға жеңіл. Есірткіге елікке есалаңдай, жеңілдікті жүрген көп көтер алмай, ойы таяз, оларға болу қайда, атан жүкін көтерген аталардай. Ескерткіштей, сірескен көшедегі, тәкаппарлық көгертпес көсегені, ізгілікті түсінер тәрбиелі, семіздікті қой ғана көтереді. Әлсіздердің аяғы бұғауланып, біреу озып жатады, біреу қалып, қыз тәрізді тірлікте қылмысаған, көрінеді бетінен бояу жағып. Сәтсіздіктер толқындай сыпырылған, адастырар кей кезде ақылыңнан, тіршіліктің табиғи шын бейнесі, сол бояудың артында жасырынған. Қадірі жоқ, алтынның қолда бар да, жүрістен жорғалар да, аяғынан шалмайып пенделікпен, қыран жандар, бір жерін қонғанғанды, бір жерін дегенде қай жерін деген қадірі жоқ, алтынның қолда бар да, жүрісінен жорғалар да, аяғынан шалмайып пенделікпен, қыран жандар, бір жерін қонғанғанда дейді. Қай жерін қонғанғанда
Birincisi siyasat, ikincisi mahavat, üçüncüsü ne oluyorsunuz? Siyasat, mahavat, және üçüncüsü din dedi. Осы üç tane söz konulan adamın bu dünyada kadını çok, bu koğamda kadını çok. Siyasat belgili o, saykalda Hayır kalay anlatışını bilmiyorum. Al mahavat din bu öte ilgili sakraldı dünya. Sügen canымен aranda ешқандай делдалда жарастырушы да, қарастырушы да болмауы тиіс. Жүрегінің түкпіріне салып, жеттерде құлыптап, әлпештеп, аялап ұстамасаң, бөтен бір жерге тастап таптап, боқтап, боралап, күнде күйелеп кетеді. Дінде солай, тек жаратушы екеуінің арандағы махаббат, сенім және мына нәрсе. Üçüncüsü ne нәрсе? Жүрегінің түкпіріне салып деген керек жоқ. Дінде дәл солай. Тек жаратушы екеуінің арасындағы махаббат, сенім және üçüncüsü не нәрсе? Adam tuğanı, mahavat, suyun adam. Анандай миға салмақ сөзін жауап етмеседі негізінде. Сен қайтейді? Осылай болды. Дінде дәл солай. Тек жаратушы екеуінің арасындағы махаббат, сенім және құрмет болады. Адам өз өмірінің сүйекшісі деген сұрақ беріледі. Яғни болмысын зерттейтіндер адам өз өмірінің авторы екенін айтудан жалыққан емес. Авторы. Яғни адам актер деген пікір қате дейді олар.
ол режиссер, ол композитор, ол суретші. Ал сурет, ал туындысы қандай болып шығарын өзіңе байланысты. Әркімге қойылатын шарт әртүрлі. Қолға берілетін сайман да уақытта бірдей емес. Қысқасы, биофизикалық, генетикалық, әлеуметтік, мәдени шарттар әркелкі. Біреудің тегі күшті, біреудің тәрбиесі мықты, немесе алған білімі сапалы. Біреудің мықты ұстазға жолықтырады, ақыл айтар ағалары, жоғарыда көкелері болады. Біреу әркімнің бастықтың байдың баласы, ал біреуде бұлардың ешбірі жоқ. Құрал сайманының саны мен сапасы адамдардың көрсеткіші бола алмайды. Орысша айтқанда, я не то, что чем я обладаю, я то, что я делаю с тем, чем я обладаю. Сондықтан жасаған туындының бағалар тұсы құрал сайманының кем болғанын айтып ақтап алмайсың. Себебі туындының немен жасалған емес, қандай дүние шыққаны ғана маңызды. Туғанда әр адамға бір қорап қарындаш пен ақ қағаз беріледі. Біреуге 6, біреуге 10, біреуге 12 түсті қарындаш бұйырады. Бірақ соңында кімде қанша қарындаш болғанын емес, автордың қандай өрнек тудырғаны ғана маңызды. Қарындаштың көптігі туындының көркемдігіне кепілдік бермейді. Әрбірден соң бір ғана қара қарындашпен мынандай нәрсе тудыратын шеберлер бар. Бірақ бір ғана қарындашпен не тудыратын шеберлер бар? Кім күнгөлден күндерге де жақын алды? Әрбірден соң бір ғана қарындашпен шедевр тудыратын. Anlayet, hareket geldi. Da qanday taqdir unadı, sol joyda aytib ketamiz. Qaysi surat ma'nosi bo'ldi? Ya, aldымен барлығына сәлем. Бүгінгі брендинг маған қатты ұнады. Өзіміз осы брендинг өзіміздің қоржынымызға жақсы балдар салды деп айтсақ та болады. Бізге ең ұнаған сұрақ сауал сұрақ болды. Яғни әр адам өз өмірінің авторы, өз өмірінің суретшісі. Барлық нәрсе адамға тәуелді. Адам өзінің қолында өз өмірі. Барлығына келесі, бізде 17 бойынан 11 әйел бар. Әзірмен кезегі ойыншылар көп болды. Барлықтарыңа сәлем. Бізге де ең соңғы сұрақ ұнады. Шедевр деген біз вообще ондай қазақша сөз деп ойламаппыз негізі басында. Ол басқа әлемдік сөз екен ойымызға келмеді. Сол ең соңғы сұрақ ұнады бізге. Бәріне сәлем. Бүгінгі ойын бізге нормально болды. Негізі барлық сұрақ ұнады. Бәріне ұнады. Соңғы сұрақ шедевр деген сұрақ барлығына ерекше болды деп ойлаймын. Барлығына тәттілік. Жалпы командаларында балдар жоқ болды. Салуға қош кризисіміз. Келесі бізде үшінші орында жек бөлісіп тұрған еді, жеке дара иеленіп отырған 9 бала еді. Маған да негізі соңғы сұрақ қатты әсер етті. Бірақ негізі маған қатты өзімнің көңілімнен орын алған сұрақ бірінші сұрақ болды. Отан деген сөз ешқайсымыздың ойымызға келмеді. Болды. Бізге ең ұнаған сұрақ жұмысқа деген жауап болды.
сіздің ең басты өкінген сұрағым соңғы сұрақ болды. Себебі бізде мына немізде шедевр екі вариант біреуін таңдау керек болды. Мән жайында жүрдік. Әпсі босып кететіндік. Сол өкініш. Кім ауыз айнысы болады? Яғни финал бар, құдай қаласа. Олай кемді көрдім. Финалда жүздері жарты болады деп үміттенемін. Осыда бір жолға қайтып өтіп деп болсын. Күн сөйлейді. Бәрекелді. Бүгінгі тренинг туралы өте қызықты, тақырыпты ойын болды деп ойлаймын. Маған өзіме ойнаған сұрақ ол сабырлық туралы сұрақ. Өйткені сабырлы болсақ, барлық нәрсе оңай кететін секілді болды. Сол барлығына сәттілік бізге тілеймін. Ағылып сабырлы деген сұрау жүр. Сразу жазып оқығасына ол дейді. Қайттап Аза бұлақ деген кітаптан алынды. Аяғын сайрымен. Маған сұраққа тоқталайық. Маған 5-ші сұрақ қатты ұнады. 3 маңызды тақырып деген. Бұл тақырыпта сөз қозғау үшін 4 ұзақ болу керек. Саясатқа да лап-лап етіп кіре бермеу керек. Махаббаттың да лап-лап етіп кім көргенге айта беруге болмайды. Және дінде бұл сондай нәрсе. Бұл сұрақтың ауырлығына ұнады. Және тағы да маған бүгінгі брендингтің ерекшелігі мынау кабинеттің ерекше болуы. Ұнады. Жоқсан, Сержанның гитарамен айналысқаны ерекше болды. Сәлде болса, креативность мектепте ашылады. Осыған құдай қаласа, бұдан да зор болады деп сенеміз. 11 май күні құдай бұйыртса, финалда 4 көзіміз түгел не дейді? Кешікпей, тәк бұзбай, анандай парадный формада мүмкін болса бантик, галстук, мүмкін болса бабочка деген. Болмаса өздерің көресіңдер. Өздерің қандай жерден тағып келгендері бар. Енді оғайын өзінің қанша жауап беріп жауайласын. Сол кезде жолығамыз. Алмашылық болса 11 майда финалда жолыққанша рахмет.